әрдайым солай мейірімді бол. Қазақша қызықты ертегілерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп отырыңыз. Бірде анасы қыз баласынан сұрады: берген ақшамды қайда қойдың, қызым? Қызы былай деді: біреуге бердім. Кімге бердің деп сұрады анасы. Бір тентек балаға бердім, деді қызы. Бұдан былай тентек болма деп берген шығарсың, деді анасы. Рас, анашым, екінші рет тентек болма дедім. Құс та Құдайдың жәндігі ғой, анашым, деді қызы. Иә, біз де, құс та, басқа жан-жануарлардың бәрі де Құдайдың жаратқан жәндігіміз, деді анасы. Әлгі бала Құдай тағаланың жаратқан кішкентай құсын ұстап алып, сатайын деп жүр екен. Құсты аяп кеттім, шиқылдап тұрды ол. Сонда алып жүрген бала тұмсығын қыса берді. Бейшара құстың дауысын Құдай тағала естіді деп қорыққан шығар дедім, деді қызы. Сонда сен не қылдың, деді анасы. Мен балаға ақша беріп сатып алдым да, құсты ұшырып қоя бердім. Менің бұл ісім сауап емес пе, анашым, деді қызы. Әрине ақылдым, бейшараларға қайырымды болғаның сауап, деді анасы. Ол бала кім біледі, кемтарлықтан құсты сатуға жүрген-ау, деді қызы. Мен де солай ойлаймын, деп анасы жауап берді. Сонда сөйлеп отырған қыз бала сіңілісіне қарап былай деді: мана ақшамның бәрін бергенім жақсы болған екен, деді. Сіңілісі анасына қарап: әпкем екеуміз ол баламен бағана бәстесіп едік. Әпкем құсыңның бәсін не деп те сұрамай, ақшасының бәрін бере салды. Мен айттым, құстың бәсі не деп сұрау керек еді деп. Қайсымыздікі дұрыс сонда, анашым? Анасы үлкен қызына қарап былай деді: сенің бұл істеген ісіңді дұрыс демеймін. Егер тағы да бір сондай бала жолықса, ақшаңның бәрін бастапқы балаға беріп қойдың. Соңғыға не берер едің? Онда үлкен қызы былай деді: онда мен тағы да саған келер едім, деді. Ал егер де менде ақша болмаса қайтер едің, деді анасы. Онда деп үлкен қызы не дерін біле алмай қалды. Сонда анасы: көбірек жақсылық етуге шамам келсін десең, әр нәрсеге күтімді болу керек. Әуелі құстың бәсін сұрап, егер аз ақшаға бермеймін десе, сонда ғана ақшаңның бәрін беруің керек еді. Ол өзі қандай құс екен, деп сұрады анасы. Мен сұрағаным жоқ, анашым. Өзің айтушы емес пе едің? Жақсылық еткен жанның атын сұрама, деді қызы. Анасы күлімдеп: солай шырағым, деді. Анашым, сен көрсең еді, құсты қоя бергенімде әуелі қуанғаннан тіпті ұша алмай да қалды. Сонан соң құсты сатқан баладан екінші рет ұстама деп уәде алдым, деді. Қызым, сен жақсы іс істепсің. Мінекей, саған тағы да ақша, деп анасы қызына ақша берді. Алла разы болсын, анашым, деді қызы қуанғаннан. Шырағым, қызым, әрдайым осындай мейірімді бол. Саған да мұның үшін Құдай мейірім етеді, деп анасы күлімдеді. Жақсыларым, әрдайым жан-жағымызға мейірімді болайық. Соңы. Келесі қызықты ертегілерді жіберіп албас үшін арнаға тіркеліп қолдап отыруды ұмытпаңыздар.